Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Сіздермен бірге pddtest.kz сайтының жүргізушісі Адлет Жүнісов. Қазақстан Республикасында YouTube желісінде ең алғашқы болып жол ережесі бойынша ақпарат беретін боламыз. Бүгінгі тақырыпта біз сіздермен ақпараттық көрсеткіш белгілерін өтеміз. Алдыңғы тақырыпта біз нұсқайтын белгілерді өткенбіз. Егер де көргілеріңіз келсе, онда осы жерге басуларыңызға болады. Ақпараттық көрсеткіш белгілері жүрістің белгілі бір режимдерін енгізеді немесе күшін жояды. Сондай-ақ елді мекендер мен басқа да объектілердің орналасуы туралы хабарлайды. Бірінші белгіміз ол автомагистраль. Автомагистраль белгісінде сіздер көлік құралымен 140 км/сағатымен жүрулеріңізге рұқсат, одан жоғары уже тыйым салынады. Не тыйым салынады автомагистральда? Ең бастысы аялдауға тыйым салынады. Екіншісі шегінуге тыйым салынады. Кері бұрылуға болмайды. Және де 40-тан төмен жүруге тыйым салынады. 40-тан төмен жүретін көліктер не? Қандай бізде? Ат-арба, велосипед, жаяу жүргіншіге және де оқу көлік құралымен жүруге тыйым салынады. Және де жүк көлік салмағы 3,5 тоннадан жоғары болса, ақырғы сол жақ жолақпен жүруге тыйым салынады. Себебі оның ең жоғарғы жылдамдығы 90, біз сіздермен 140-пен жүреміз. Келесі белгіміз автомагистраль аяқталды. Осы белгіден кейін сіздер автомагистраль талаптары аяқталады. Және де сіздерге бір сұрақ қойып өтейін. Осы көрсетілген аймақта сіздер қандай жылдамдықпен жүрулеріңізге рұқсат? Комментарияға жазып жіберіңдер. Егер де білмесеңіздер, онда сіздер жүріс жылдамдығы деген тақырыпты осы жерден сіздерге көруге болады. Екінші белгі автомобильдерге арналған жол. Бұл белгі автомагистральдің талаптары да кіреді. Бірақ айырмашылығы осы екі белгінің жылдамдықта автомагистральда 40-тан 140-қа дейін, автомобильдерге арналған жолда біз 40-тан 110-ға дейін жүруімізге рұқсат. Бір жақты жүру жолы. Бұл белгіде барлық жолақ тек бір бағытта жүргенін ақпарат етеді. Сіздерге әрине бұл белгіде кері бұрылуға тыйым салынады, бірақ шегінуге рұқсат етіледі. Шегінуге қай жерге дейін рұқсат етіледі? Қиылысқа дейін, жаяу жүргіншілер өткеліне дейін, және де автобус аялдамасына дейін. Одан әрі өтсеңіздер, онда 10 МРП айыппұл салынады. Бір жақты жүру жолы аяқталды. Осы белгіні өткеннен кейін сіздерде екі жақты жүріс жолы басталады. Бір жақты жүріс жолына шығу. Көбісі бұл белгіні шатастырады, тек қана оңға жүруге рұқсат бола ма деп. Мысалы, тестте де өте көп кездеседі, барлығы оңға жүреміз деп жауап береді, қателеседі. Негізі ол сіздерге ақпарат, бір жақты жүріс жолымен сіздер қиылсасыздар, соны ақпарат етеді. Сіздер бұл белгіде оңға, тура және кері бұрыла аласыз. Сіздерге тек қарама-қарсы бағытқа шығуға тыйым салынады. Алдыңғы тақырыпта мен сіздерге нұсқайтын белгілерді көрсеткем, сол кезде екі белгіні салыстырдым. Біреуі бізде домалақ, біреуі бізде тік төртбұрыш. Ол бізде ақпараттық көрсеткіш белгісі. Жолақтар бойынша жүру бағыттары. Бұл белгілерді өте көп кездесесіздер, әр қалада болады, әр қиылыста орнатылады. Мысалы, қайда көрсетіліп тұр, көрсеткіш сол бағытта сіздер жүру керексіздер, сол жолақтан. Басқа бағытта жүруге тыйым салынады. Және де тестте көп кездесетін сұрақ, мысалы жол таңбасы, мысалы басқа бағытты көрсетеді, және жол белгісі басқа бағытты көрсетеді. Сонда екеуіне қарағанда қайсына сіз бағыну керексіз? Әрине сіздер жол белгісіне бағынасыздар. Себебі жол белгісі бізде басымды болып келеді жол таңбасынан. Жол таңбасы ол бізде көрінбей қалуы мүмкін, дұрыс па? Қар жауған кезде ол көрінбей қалады, және де жаңбыр жауған кезде көрінбей қалады, немесе алдында бір көлік бұзылып қалып, жол таңбасын көрсетпей қалуы мүмкін. Сол кезде сіз міндетті боласыз жол белгісіне ғана бағынуға. Әртүрлі жолақтардың міндетті ең төменгі жылдамдық. Бұл белгіде нұсқайтын белгі тұрады. Әрине сол жолақта сіздер көрсетілген белгіден, мысалы 50 деп тұрса, сіз 50-ден жоғары жүру керексіз сол жолақпен. Көрші жолақпен кез келген жылдамдықпен сіздер жүре беруіңізге рұқсат.
Келесі белгілер жолақтың басталуы және жолақтың аяқталуы. Өте оңай белгілер. Мысалы, жолақтың басталуында бізде қосымша бір жолақ пайда болады, жолақтың аяқталуында бізде жолақ аяқталады. Және де сізде жолақ аяқталса, сіз көрші жолақтағы көлікке жол беру тиіссіздер. Жолақтар бойынша жүру бағыты. Міне осындай сурет. Мысалы, бірінші, екінші жолағымыз тура бағытта жүреді, үшінші жолағымыз қарама-қарсы бағытта жүреді. Әрине, сіздер қарама-қарсы бағыттың жолына шығуларыңызға тыйым салынады. Әртүрлі жүру жолақтарында қолданылатын жылдамдықты шектеу. Бұл белгіде тыйым салу белгілері орнатылуы мүмкін. Мысалы, жүк көлікке жүруге тыйым салынады. Әрине, салмағы 3,5 тоннадан төмен болса, бұл жолақпен жүруге тыйым салынады. Немесе жылдамдықты орнату мүмкін. 40 десе, онда сіз бұл жолақта 40-тан жоғары жүруіңізге тыйым салынады. Маршруттық көлік құралдарына арналған жолақ. Әрине, тестте келетін сұрақ, мысалы, жол таңбасына қарау керексіздер, егер де тұтас таңба болса, сіздерге кіруге тыйым салынады. Егер де үзік-тызық болса, онда сіздер тек бір мақсатпен ғана кірулеріңізге болады, жолаушыны алып кету үшін. Және де маршруттық көлік құралдарына кедергі жасамау керексіздер. Әрине, маршруттық көлік құралдары және де жеңіл такси жүрулеріне рұқсат. Маршруттық көлік құралдары үшін жолағы бар жол. Бұл белгіде әрине бір жақты жүріс жолын көрсетеді, және де қарама-қарсы жолда маршруттық көлік құралдарының жолағын бар екенін ақпарат етеді. Маршруттық көлік құралдары үшін жолағы бар жолына шығу. Әрине, бұл белгілерде сіздер бір жақты жүріс жолына шығу деген белгіге ұқсас, бірақ қосымша мұнда маршруттық көлік құралының бағытын көрсетеді. Ең бастысы сіздер мысалы, оңға бұрылса астындағы белгіге қарап өтсіз, солға бұрылса үстіндегі белгісіне қарап, соған қарама-қарсы жүрулеріңізге тыйым салынады. Кері бұрылу үшін орын және кері бұрылу үшін аймақ, осы екі белгіде сіздерге солға бұрылуға тыйым салынады. Сіздер, мысалы, кері бұрылатын орында тура және кері бұрылуыңызға рұқсат, тек қана солға бұрылуға болмайды. Кері бұрылу үшін аймақ, ол жерде көрсетілген арақашықтық көрсетіледі. Сол жерде сіз солға бұрылуыңызға тыйым салынады. Әрине, осы аймақта сіздер кері бұрылуыңызға рұқсат. Егер де сіздер осы видеоны аяғына дейін көрсеңіздер, сіздерге үлкен алғысымды айтам. Және де pddtest.kz сайтынан сіздерге жеңілдік болады. Жеңілдікті алу үшін видеоның астында сілтеме бар, сол арқылы тіркелулеріңізге болады. Және де менің жеке номерім бар. Егер де сіздерде ДТП болып, жол көлік оқиғасы болып, видеоларыңыз болса, маған жіберулеріңізге болады. Мен талқылап беремін. Сіздермен бірге болған pddtest.kz сайтының жүргізушісі Адлет Жүнісов. Бізбен бірге болыңыздар.